Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 20 желтоқсандағы заңы Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелерін реттейтін заң болып табылады. Қазақстан Республикасында әрбір адамның азаматтық алуға құқығы бар. Қазақстан Республикасында азаматтық заңға сәйкес алынады және тоқтатылады. Қазақстан Республикасының азаматын азаматтығынан, өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға болмайды. Сондай-ақ Қазақстанның шегінен тыс жерлерге аластатуға болмайды. Террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіргені үшін соттың шешімімен ғана Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруға жол беріледі. Қазақстан Республикасы өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары арқылы республика азаматтарының алдында жауапты. Ал Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының алдында жауапты. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын сақтауға, Қазақстан Республикасының мүдделерін, оның аумақтық тұтастығын қорғауға, әдет-ғұрыпқа, дәстүрге, мемлекеттік тілге және оның аумағында тұратын барлық ұлттардың тілдеріне құрметпен қарауға, Қазақстан Республикасының күш-құдіретін, егемендігін және тәуелсіздігін нығайтуға жәрдемдесуге міндетті. Азаматтық тұрақтылық қағидатына сәйкес, республика азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан айыруға немесе оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластатуға болмайды. Азаматтық маңызды қағидаттардың бірі моноазаматтық қағидаты. Қазақстан Республикасы азаматының басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды. Азаматтықты туу бойынша алудың екі қағидаты бар. Ол қан құқығы және топырақ құқығы. Қан құқығы принципі бойынша бала туған кезде ата-анасының екеуі де Қазақстан Республиканың азаматы болса, ол туған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Ал егер ата-анасы белгісіз болса, егер ата-анасы азаматтығы жоқ, бірақ Қазақстан Республикасының тұрғылықты адамы болса, республика аумағында туған бала республика азаматы болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі немесе Қазақстан Республикасы азаматының паспорты болып табылады. 16 жасқа дейінгі баланың азаматтығы оның туу туралы куәлігімен ата-анасының қайсысының болса да паспортымен расталады. Қазақстан Республикасының азаматтығы туу бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау нәтижесінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген негіздер мен тәртіп бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заң негіздері бойынша алынады. Бала туған кезде ата-анасының екеуі де Қазақстан Республикасының азаматы болса, ол туған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Бала туған кезде ата-анасының екеуі де шет мемлекеттің азаматы болса, ол туған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайды. Ата-анасының азаматтығы әртүрлі болып, бала туылған кезде олардың біреуі Қазақстан Республикасының азаматы болған жағдайда бала біріншіден Қазақстан Республикасының территориясында туса, екінші Қазақстан Республикасының тыс жерде туса, бірақ ата-анасының немесе олардың біреуінің бұл кезде Қазақстан Республикасы территориясында тұрақты тұрғылықты жері болса, ол Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Баланың анасы азаматтығы жоқ болып, ал әкесі Қазақстан Республикасының азаматы деп танылып,
әпкелігі анықталған ретте 14 жасқа толмаған бала қай жерде туғанына қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Егер ата-ана баланың азаматтығы туралы келісімге келе алмаса, азаматтық сот тәртібімен айқындалады. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өздерінің өтініш хаттары бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдануы мүмкін. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініштер бойынша шешімді Қазақстан Республикасының президенті қабылдайды. Қазақстан Республикасының аумағында заңды негізде кемінде 5 жыл тұрақты тұратын не Қазақстан Республикасының азаматтары мен кемінде 3 жыл некеде тұратын адамдар қабылданатын болады. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаған кезде кәмелетке толмағандардан, әрекетке қабілетсіз және Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сіңірген адамдардан не Қазақстан Республикасы президенті белгілейтін тізбе бойынша кәсіптерге ие және талаптарға сай келетін адамдардан және олардың отбасы мүшелерінен осы тармақшаның бірінші абзацында көзделген шарттардың болуы талап етілмейді. Әскери қызмет атқарып жүрген және Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан әскери қызметшілердің азаматтық мәселелері Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарымен белгіленеді. Егер Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген адам адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса, Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігіне әдейі қарсы шықса, Қазақстан Республикасы аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса, ұлттық қауіпсіздікке, халықтың денсаулығына нұқсан келтіретін құқыққа қарсы әрекетті жүзеге асырса, ұлтаралық, конфессияаралық және діни араздықты қоздыратын болса, террористік және экстремистік ұйымдарға кірген немесе террористік әрекеті үшін сотталған болса, халықаралық іздеуде болса, сот күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе, не сот оның әрекетіне қауіпті баукеспелік деп таныса, басқа мемлекеттің азаматы болса, Қазақстан Республикасы аумағындағы қабылдау туралы өтініш білдіргенде кезде өз туралы жалған мәліметтер хабарласа, Қазақстан аумағында немесе оның шегінде тыс жерлерде қасақана қылмыс жасаған болса, оған азаматтық туралы өтініші қабылданбайды. Қазақстан Республикасының азаматтығы, Қазақстан Республика азаматтығынан шығу, Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру салдарынан тоқтатылады. Шетелдіктер асырап алған Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын бала кәмелетке толғанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтығын сақтайды. Баланың Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтуына не одан шығуына ол кәмелетке толғаннан кейін және ерікті қалауы бойынша ғана жол беріледі. Елім жерім атамекенім деп елжірей шекара асып келген қандастар қаперіне Қазақстан азаматтығын алып үлгермегендер қам жемеңіздер. Оралман мәртебесі мерзімі осы жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Уайым жемеңіздер. Мерзімі өткен құжатты қайта рәсімдеуге мұрсат берілді. Жоғалтып алған оралман куәлігінде қайта жаздырып алуға құқыларыңыз бар. Игі жаңалық ұйытқысы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тиісті жарлыққа президент өкілеттігін өткізіп берерден 3 күн бұрын ғана қол қойған екен. Арғы беттен келген ағайынды қуантар жаңалықты Мұхит Тоқтасын тәптіштесін. Шынымен бұл жаңалық қандастарды қатты қуантты. Сол төбесі көкке жеткенде шаттанған жандардың бірі Мәригүл Жұмабай. Ол 2016 жылы Қытайдың Іле аймағы Нұлқа ауданынан көшіп келген. Сол жылы оралман куәлікті қолына алып, азаматтық алуға қарекет етіп жүргенінде құжаттың мерзімі бітіп кеткен. Содан бері басы қатып жүрген жан оралман мәртебесін ұзартудың арқасында Қазақстан азаматтығына оңай қол жеткізейін деп тұр. Бір қайғыр уайымдап жүрген болатым, енді бұл не істеймін деп оралман куәлігім өтіп кетті 2016 жылы. Сонымен енді бір жақсы саясат чапты азаматқа қабылдайды деп. Сонымен бүгін қуана жетіп келдім онымен. Оралман куәлігімді ұзартып беретін болды азаматтық. Алатын болды, мың алғыс.
Оралман мәртебесін алғанда Қазақстан азаматтығын жеңілдетілген тәртіппен алуына құқығы бар. Қалған шетелдіктер болса, осы елде кемінде 5 жыл тұру керек. Ал оралман мәртебесіне ие болғандарға мынадай көк түсті куәлік беріледі. Бұл азаматтық алу кезінде сұралатын бірден бір құжат. Кейбір бауырларымыз осы куәліктің қолдану мерзімін өткізіп, немесе жоғалтып алады. Содан барып азаматтық арман болып қалады. Алматы облыстық полиция департаменті көші-қон басқармасының бастығы Ержан Алтаев өңірде мұндай жағдайда жүрген қандастардың аз емес екенін жеткізді. Проблемамен жүрген азаматтардың саны соңғы тізімде 400 бен 500-дің арасында сондай көлемде. Қазір сондай азаматтар, аламай жүрген азаматтар. Енді олардың саны тағы да жоғары болуы мүмкін, өйткені басқа облыстан сондай оралман мәртебесін алып, біздің Алматы облысына көшіп келіп тұрақтанып, сол азаматтар біздің облысқа жүгінсе, біз оларды қабылдауымыз тиіс. Сол себептен олардың саны мүмкін тағы да көбеюі мүмкін. Елбасының 16 наурызда шығарған жарлығы оралмандар мәселесін оңтайлы шешуге үлкен ықпал жасамақ. Азаматтық алмағандар үшін жыл соңына дейін тағы уақыт берілді. Бірақ арқаны кеңге салып жүруге болмайды. Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының көші-қон бөліміне жүгіну керек. Қолыңызда этникалық қазақ екеніңізді дәлелдейтін құжат болса жеткілікті. Талдықорған қаласы Қабанбай Батыр 26 ғимаратының 4-ші қабатының нөмір 411 кабинетке келіп өтініш берулеріңіз қажет. Ол өтініш бергеннен кейін сіздердің қолыңызға шешім беріледі. Сіздің оралман мәртебесі ұзартылды деген. Ол 5 жұмыс күннің ішінде жасалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша 1991 жылдан бастап 303 мың отбасы немесе 1 миллион 40 мың этникалық қазақ тарихи отанына оралған, әрі оралман мәртебесін алыпты. Бұл ел халқының 6% екен. Көші-қон бұл жеке адамның Қазақстан Республикасынан және Қазақстан Республикасына бір жолата, сондай-ақ жеке адамның республика ішінде тұратын жері, жұмысы өзгеруіне байланысты қоныс аударуы. Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген адамның тұратын жерін еркін таңдау құқығын, еңбек бостандығын, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауын қамтамасыз ету. Шығу тегіне, әлеуметтік, қызметтік және мүлік жағдайына, жынысына, тұрғылықты жеріне және өзге де кез келген мән-жайларға қарай қандай да бір кемсітуге жол бермеуге, қазақтардың өз тарихи отанына қайтып оралуына жан-жақты жәрдемдесу, олардың қоныс тебуін ұйымдастыру. Көшіп келушілер, репатрианттар, ремигранттар, мәжбүрлі қоныс аударушылар, босқындар немесе қоныс аударушылар деп танылады. Репатриант жаппай саяси қуғын-сүргін актілері, заңсыз реквизициялау, күштеп жұмдастыру салдарынан тарихи отаннан тысқары жерге қуылған, ерікті түрде қоныс аударылған, байырғы ұлт адамы, сондай-ақ оның ұрпақтары. Ремигранттар иммиграция болып, отанына қайтып оралушы адам. Мәжбүрлі қоныс аударушылар Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, өздеріне жасалған зорлық, зомбылық немесе қуғындаудың арасында байланыс болса, не қарулы және ұлтаралық жанжалдарда қуғындауға ұшыраудың нақты қаупіне байланысты өзінің тұрақты, тұрғылықты жерін тастап кетуге мәжбүр болған, басқа мемлекет аумағында тұрып жатқан адам. Босқындар Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, өздеріне зорлық, зомбылық жасалуы немесе қарулы және ұлтаралық жанжалдардың қуғынға ұшыраудың нақты қауіпті себепті өзінің тұрақты, тұрғылықты жерін тастап кетуге мәжбүр болып, басқа мемлекет аумағында жүрген адам.